Түнде өзенге айқайлаған бала ертесіне өзгеріп кетті. Ол су атасы Сүлеймен дегенді естіді. Ауылда бір ереже бар. Түнде суға жақындама, өйткені су бәрін естиді. Олар су атасы бар ма деп күлді. Бірақ судан бірдеңе шықты. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен. Арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Достар, өтініш, каналға тіркелуді ұмытпашы. Сіздердің тек қана подписка жасағандарыңыз мен үшін бір қадам. Ертеде халық арасында табиғаттың әр құбылысының өз иесі бар деген сенім болған. Орманның иесі, желдің иесі, тіпті үйдің де иесі бар деп есептеген. Ал судың иесі кім? Ислам аңыздарында Сүлеймен пайғамбар табиғатқа, желге, жындарға әмірі жүрген пайғамбар ретінде айтылады. Халық қиялында уақыт өте келе оның есімі су мен табиғаттың қожайыны ретінде байланыстырылған. Содан су атасы Сүлеймен деген сөз қалған. Бұл тіркес суды былғама, суға түкірме, түнде суға айқайлама, өзен көлді құрметте деген тыйым сөздердің астарында айтылған. Бірақ Атырау жақтағы бір ауылда бұл сөз тек құрмет емес, ескерту ретінде айтылатын. Ауыл шетіндегі ескі өзен, түн, ай сәулесі судың бетіне жылтырап түсіп тұр. Ержан мен достары балық аулауға шыққан. Үлкендер талай айтқан, түнде суға айқайламаңдар, су иесі естиді. Ержан күліп жіберді. Қойшы, қайдағы су иесі, 21 ғасыр ғой. Ол судың бетіне тас лақтырып, «Ей, су атасы, бар болсан шықшы» деп айқай салды. Сол сәтте су беті тыныш күйінде қалды. Бірақ өзеннің ортасы баяу ғана бұрқ етті. Достары үндемей қалды. Жел жоқ, қамыс қозғалмайды, бірақ судың ішіне сыбдыр естілді. Біреу сыбырлағандай. Су атасы. Ержанның жүрегі тарс етті. Сендер естідіңдер ме? Достары бас изеді. Судың бетінде шеңбер пайда болды. Шеңбер кеңейіп, дәл Ержан тұрған тұсқа қарай жылжыды. Ай сәулесінде судың ішінен бір қара силуэт көрінді. Адамға ұқсайды, бірақ толық емес. Басы бар, иығы бар, денесі су сияқты ағып тұр. Көздері ғана анық, қараңғыда жылтыраған екі нүкте. Сол сәтте әлгі бейне сыбырлады. Ержан! Ол артқа шегінді. Қалай, менің атымды біледі. Ауыл ақсақалдарының сөзі есіне түсті. Суға жаман сөз айтпа, су бәрін естиді. Судың беті аяқ астынан қайнап кеткендей толқып, аяқ астынан су деңгейі көтерілді. Тізеден келген су бір сәтте белге жетті. Достары жағаға қарай қаша бастады, ал Ержан қозғала алмай қалды. Су мұздай, аяғын бірдеңе ұстап алғандай. Кейін ауыл қариясы бір сырды айтты. Бұл жай сөз емес, деді ол. Су атасы Сүлеймен деген тіркес бекер шықпаған. Бұрынғы заманда адамдар суды құрметтемесе, өзен ашуланады деп сенген. Кейде адамдар суға кетіп, із-түзсіз жоғалған. Сонда ол рас па, деді біреу. Қария көзімен төмен салды. Табиғаттың заңын бұзсаң, жазасы болады. Ержан сол түні аман қалған, бірақ содан бері ол өзгерді. Түнде ұйықтап жатқанда құлағына су тамшылаған дыбысы келеді. Есіктің алдында дымқыл іздер пайда болады. Ванна бөлмесіндегі кран өзінен өзі ашылады. Бір түні ол түс көрді. Өзеннің ортасында тұр.
Су тып-тыныш, ал қарсы алдында сол қара силуэт. Су бәрін есте сақтайды, деді бейне. Ержан шошып оянды. Бөлменің едені су болып жатыр. Келесі күні ол өзенге жалғыз барды. Жағаға тізерлеп отырып, кешір деп сыбырлады. Өзен тыныш еді, бірақ су бетінде бір сәтке ғана кішкентай шеңбер пайда болды, сосын жоқ болды. Содан бері ауылда бір сөз айтылады: суды құрметте, су атасы Сүлеймен. Бұл сөз жай ғана аңыз ба, әлде ескерту ме? Оны әркім өзі шешеді. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.